Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін бауырды үй жағдайында тазалайтын 5 сусын жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз ұйқыға кеткенде бауырымыз өз жұмысын бастайды. Ағзамыздың қарқынды жұмыс істеуі үшін біздің көмегіміз қажет болады. Ол үшін күнде жатардан алдын бір стакан мынадай емдік сусындарды ішуіміз керек. Бауыр ағзаны тазалап, майды ерітуге қабілетті. Сонымен қатар улы заттар мен шлактарды шығарады. Деніңіз сау, теріңіз таза әрі әдемі мүсін иесі болғыңыз келсе, біз ұсынған сусыннан бас тартпаңыз. Бірінші, түймедақ тұнбасы. Түймедақ ағзаны пайдалы заттармен байытады. Суыққа қарсы күресуге күш береді, жүйкені тынықтандырады. Сондай-ақ тәтті әрі тыныш ұйқы сыйлайды. Тұнбаны дайындау оп-оңай. Ол үшін бір стакан суды ыдысқа құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң отын сөндіріп, бір ас қасық түймедақ шөбін салыңыз. Ыдыстың қақпағын жауып 10 минуттай тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң сусынды сүзіп алып, жатар алдында ішіңіз. Емді үзбей 14 күн қабылдасаңыз, керемет нәтижеге қол жеткізесіз. Екінші, лимон қосылған су. Сұлулықты жаны сүйетіндер аш қарынға лимон қосылған салқын су ішуді әдетке айналдырған. Ал егер бұл сусынды ұйқыға жатардан алдын ішсеңіз, теріңіз де ағзаңыз да саулығын сақтай аласыз. Лимон ағзаны артық заттардан тазартады. Әсіресе бауырдың жұмысын жеңілдету үшін өте пайдалы. Бірақ түнде лимон қосылған суды ыстықтай ішу керектігін ұмытпаңыз. Үшінші, зімбір шайы. Зімбір ағзадағы артық майды ерітеді. Зат алмасуды жақсартып, артық салмақтан арылтады. Ал оған лимон қоссаңыз, пайдалылығы 2 есеге артады. Өйткені лимон суыққа қарсы күресе алатын С дәруменінің қайнар көзі болып табылады. Иммундық жүйені нығайтып, құрсақ қуысындағы ісікті кетіреді. Осындай ғажапқа ие болғыңыз келсе, бір стакан қайнаған суға жарты лимонның шырыны мен бір кесек зімбірді араластырыңыз. Шамамен 15-20 минуттай тұндырып қою керек. Белгіленген уақыттан соң сусынды жылы күйінде қабылдаңыз. Есіңізде болсын, бұл емдік сусынды аптасына 3 рет ғана ішу керек. Төртінші, жалбыз шайы. Жалбыз жүйкеге өте пайдалы әрі ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Күнде жатар алдында бір стакан жалбыз шайын ішсеңіз, тез қартаюдың алдын аласыз. Сусынды дайындау үшін бір стакан қайнаған суға 2 ас қасық ұнтақталған жалбызды салып, отқа қойыңыз. 2 минуттай қайнатып алып, тұндырып қойыңыз. Бөлме температурасындағы салқындаған кезде сүзіп алып, ішу керек. Емделу мерзімі 3 аптаға жалғасады. Және ең соңғысы сұлы тұнбасы. Сұлы зат алмасуды жақсартады. Қанның құрамын жақсартады әрі бауырды тазалайды. Оны дұрыс дайындай алсаңыз, пайдасы шаш етектен болмақ. Дайындалу әдісі қиын емес. Бар болғаны 100 грамм сұлыны жақсылап жуып ыдысқа салыңыз. Үстіне 1 литр су құйып отқа қойыңыз. 20 минуттай баяу отта қайнау керек. Белгіленген уақыттан соң отты сөндіріп, ыдысты жылы орап қойыңыз. Салқындаған кезде тұнбаны сүзіп аласыз. Дайын болған емдік сусынды 200 мл-ден күніне 3 рет ішіңіз. Емделу мерзімі 1 ай. Және де екінші, бұл тұнбаны термосқа дайындауға да болады. Ол үшін термосқа 2 стакан сұлыны салыңыз. Үстіне 1 литр қайнаған су құйып, 12 сағатқа тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып 150 мл-ден күніне 3 рет ішіңіз. Бұл емдік сусынның бәрін түнде ұйқыға жатар алдын қабылдасаңыз, түнгі ұйқыңыз тыныш болады. Таңертең жүйкеңіз тыныққан, ұйқыңыз қанған күйде оянасыз. Күні бойы сергек жүруге септігін тигізеді. Және де ескеріңіз, халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.